балалар? Отыра қойыңдар. Енді бүгінгі біздің сыныптағы сабағымыз балалар. Білімді мұнды шығады атты интеллектуалды сайыс сабағын бүгін сендермен бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты бірінші, оқушылардың ойлау қабілетін, ой ұшқырлығын, оқуға ынтасын арттыру. Екінші, ұйымдастырушылық қабілетін, сөздік қорын дамыту. Үшінші, оқушыларды жауапкершілікке, тапқырлыққа, ізденімпаздыққа, еңбектене білуге үйрету. Ал енді балалар, бүгінгі интеллектуалды сайыстың бірінші кезеңі кім жылдам ойыннан басталады екен? Түсіндік қой, иә балалар? Біздің сабақта денені тік ұстап, түзу отырамыз, иә балалар? Тәртіп сақтап, мен айтқан сұрақтарға толық жауап береміз, иә? Сол жауап берген оқушыларды мен чупа-чупс әдісімен бағалаймын. Сосын сабақ соңында қанша чупа-чупс жинадыңдар, сол бойынша балдарыңды қойып беремін. Келістік қой? Иә. Жақсы. Олай болса, кім жылдан ойынын бастаймыз, иә? Екінші кезең ғажайып тіл деп аталады. Үшінші кезең адасқан әріптер. Төртінші кезең ойланда тап. Бесінші кезең басқа тұрғыш. Ал олай болса, балалар, бірінші тур басталды. Мұқият боламыз барлығымыз, иә? Тақтаға қарап отырамыз. Қол көтеріп жауап береміз, иә? Ең кіші екі таңбалы және ең үлкен екі таңбалы санды ата. Ақима жауап бере ғой. Ең кіші таңбалы сан Екі таңбалы сан ол 10. Дұрыс. Ең үлкен екі таңбалы сан 99. Жарайсың. Өте жақсы. Шапалақтап қояйық. Келесі сұрақ. Күйді орындайтын адамды кім деп атайды, Жане? Күйді орындайтын адамды кім деп атайды? күйші. Күйші деп атайды. Жақсы. Қане шапалақтаймыз, Жане. Мұны ұзын жануар. Кім көтерді бірінші? Жанайы көтерді. Ал Жанайы жауап берді. Ұзын жануар Керек, дұрыс. Керек, иә, жарайсың. Қане шапалақтап қоямыз, иә? Келесі. Кел балалар, оқулық өлеңінің авторы аяулым. Кім? Кім? Абай Құнанбай. Сулайман? Әсен. Кім? Ыбырай Алтынсарин, жарайсың. Аяулым, ойлана ғой, иә? Қазір келесі сұраққа аяулым жауап берсін, шонда. Аяулым, тұра ғой. Келесі сұраққа. Ең кіші бір таңбалы сандар? 0, дұрыс айтасың. Жарайсың. Келесі сұрағымыз. Балалар сөзін қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде атаймыз. Әдемі. Тыныштық сақтаймыз. Иә? Балалар орыс тілінде. Бірінші қазақ тілінде айтамын. Қазақ тілінде бірінші. Балалар. Дети. Ағылшын тілінде. Қалай болады? Кім көмектеседі? Сумая. Кит, дұрыс айтасың. Жақсы. Сумая, жарайсың. Келесі сұрағымыз. Әнді орындайтын адамды кім деп атайды? Бәріміз білеміз, иә? Әнші. Орнынан тұрып жауап береміз. Қол көтеріп. Жақсы. Келесі сұрағымыз. Тыныштал. 8-ші сұрақ. 25 пен 15-тің қосындысы нешеге тең? Бұл сұраққа барлығына жарайсыздар демеш. Кімді? Барлықтардың формен жауап беріңдер екені. Келесі. Кітап сөзін қазақ, орыс, ағылшын тілде. Жанали дедім. Қазақ тілде кітап, орысша книга, ал ағылшынша бук. Жақсы. Молодец. Жарайсың, отыра ғой. Келесі. Баланың бойы 1 метр 27 сантиметр.
орнына тұр. Иә, 127 сантиметрге тең болды. Бұл кім жылдан ойын аяқталды, балалар. Енді екінші кезеңге көшеміз. Екінші кезең сұрақтары. Бауыржан Момышұлы, София атаға. Батыр. Қандай батыр? Қандай ерлігі бар? Соғысы кезінде. Ұлы Отан соғысы кезіндегі батырымыз, иә? Алауы София, жарайсың. Түзу отырайшы, қане балалар? Түзу отырайшы. Мұқият тыңдаймыз, иә? Мен қол көтеріп тәртіппен жауап берген оқушыны ғана сұраймын. Түсінікті ғой, иә? Екінші, қазақтың киелі саны. Кім жауап береді? Исалин. 7 дұрыс. Жарайсың. Алау. Келесі. 1 дециметр неше сантиметр бар? Сумая. Қанша? 10 сантиметр. Дұрыс па? Жақсы, молодец. Алау. Кел. Жарайсың. Келесі. Қазір Елхан дайындалып отыр, иә? Елхан сұрайды. Ақ деген сөзді орысша және ағылшынша атаймын. Ақ деген сөз. Қазақша ақ, дұрыс. Дауысын шығар. Белый, дұрыс. Ағылшынша. Көмектесеміз. Кім көмектеседі? Қалай София көмектесе ғой? White, жарайсың. Ала ғой. Елхан, София. София, жарайсың. Белсенді қатысып жатыр, иә бізге? Келесі. 7 атаны ретімен атайды. Жанәли атай ғой. Дауысын шығар. Мамадайыр, Қалыбек, Бауыстады, Дүрбет, Мұлғар, Құлапай, Асқар, Құлапай, Нежай. Өте жақсы, жарайсың. Қане шапалақтақ қойыңызшы, иә? 7 атасын атқа ретімен Жанәли ала қой. Керемет. Келесі. Ғылым сапар мақтанба өлеңінің авторы. Ойланамыз. Жанәли. Абай Құнанбаев. Жоқ, Арсен Ыбырай Алтынсарин деді. Жарайсың. Қане, тартып сақтаймыз, иә? Қандай олимпиада чемпиондарын білесің? Ақлима. Дұрыс айтасың. Тағы? Кім айтады? Басқа. Әдемі. Аяғым айта ғой. Әдемі отыра ғой. Ойлан. Олимпиада чемпиондары. Ойланамыз. Отыра ғой. София. Дұрыс айтасың, отыра ғой. Жарайсың. Бекзат сатта. Жақсы. Отыра ғой. Келесі. 1 жылда неше ай күн бар? Аслан айта ғой. 1 жылда. Тыныштал. Айда 12 ай, Иә. күнін 7. Жоқ, 1 жылда қанша? 30. Жоқ, 1 жылда неше күн бар? 365. Дұрыс айтасың, 365 күн бар. Асланны ала ғой. Бір алдым, еркін бәміз ға? Ала ғой, жарайды. Жақсы. Жақсы, жарайсыңдар, иә балалар? Абай Құнанбайұлының шын есімі кім еді? Мұрагер. Дұрыс айтады, Мұрагер, ала ғой. Жарайсың. Тәртіп сақтаймыз балалар, иә? Сау болыңыз сөзін ағылшынша, орысша атаймыз. Әдемі. Жанәли жауап бер. Сау болыңыз. Иә? Орысша. До свидания. Иә? Ағылшынша. Жақсы. Ала ғой. Жарайсың. Жарайсың. Келесі балалар, екінші кезеңге келдік. Екінші кезең бізде балалар жұмбақ жасырудан тұрады. Сендер мұқият тыңдаңдар, апайламай, ойланбай жауап бермеңдер жаңағыдай. Түсінікті ма? Ойланып, өздеріне сенімді болғанда, бірақ қолдарын көтересіңдер. Түсінікті ғой? Ал мұқият тыңдаймыз, қараймыз. Сыртта арқанда, сыныпта партаңда. Мұрагер көтерді. Жоқ, жұмбақ бол. Аяулым. Сыртта
арқаңда дейді. Сүңгі. Сөмке деп кім айтты? Әрсен, сен ба? Жарайсың. Ол не екен? Сөмке екен, иә, дұрыс айтады. Жарайсың. Келесі екінші. Білерімнің куәсі, білмесімнің куәсі, іші толған қолтаңба, алып шығам аттаңда. Білерімнің куәсі. Сумайя. Білерімнің куәсі. Кім айтты? Әрсен, жарайсың, өте жақсы. Әрсен бүгін ақылды болып отыр. Керемет деген бағалаймыз, иә? Әрсен, белсенді. Жылдам болыңдар, міне жұмбақты осылай шешеді, иә? Бұтақта ілініп тұрамын, піскенде себетке құладым. Аяулым. Алма, дұрыс айтасың. Алма. Жарайсың, аяулым. Келесі. Шәкіртке жанашыр, мейірман кім жанасыл? Әдемі? Ойлан, аяулым. Мұғалім, жарайсың. Жұлдыз, аяулымға. Өте жақсы. Шәкіртке жанашыр дейді. Сендердің мұғалім апайларың, сендердің, иә? Сыныпта, мектептегі екінші аналарың, иә? 4 аяқты чемодан, мүйізі бар қадаған. Бұқа, дұрыс айтасың. Қалапын. Жарайсың. Келесі. Естімейді, сөйлейді, ішіндегі көп адам. Жанали. Жоқ. Не деп ойлайсыңдар? Ойланайық. Естімейді. Естімейді, сөйлейді, ішіндегі көп адам. Радио дұрыс айтады. Акима, жарайсың. Ал енді келесі сайысымызды жалғастырайық, балалар. 3-ші кезең адасқан әріптер. Қазір тақтаға адасқан әріптер беріледі. Сендер мұқият қарап отырып, сол әріптерді табуларың керек. Келістік па? Қане денені ұстап төсіп отырайық. Жаңа басыңды көтере ғой. Бірінші. Жаңа жарай. Бірінші дәптер. Қайдан білдің оны? Өткені тұрғаннан білдім. Жақсы, жарайсың. Дәптер. Дұрыс айтады. Жақсы. Жоқ. Ойланамыз, Алина, қазір келесі. Тыныш отырамыз. Келесі. Екіншісіне. Елхан дедім мен. Тыныштап. Елхан жауап бере ғой. Екінші сөзді таба ғой. Қандай сөз шығады? Ойлана ғой. Сумайя. Дұрыс. Қалам, дұрыс. Келе ғой. Келесі сөзді, мұрагер. Жарайсың. Келе ғой. Өте жақсы. Жанел ойланып отырем, Жанел сөзі. Жанел үшінші сөзді айта ғой. Тыныштал, Жанел дедім мен. Апай, сен ешкілі Жоқ. Жарайды. Мектеп ұстап. Жарайды. Әрсен, орында отырып чулаға болмайды. Келесі. Жанали. Гүл жарайсың. Әрсен тәртіп сақтаймыз. Жанали қазір сұрайын өзің. Отыр. Балалар сендер тәртіпті ұмытып кеттіңдер. Жан-жақтан жаңыласаңдар қалай біз қазір сабақты жалғастырамыз. Тыныштық сақтаймыз. Төртіншісі. Төртінші. Мұрагер. Оқусы. Дұрыс айтасың, өте жақсы. Келесі. 9-шіні кім айтады? Асланның көйі. Мақта, дұрыс айтады. Мақта ма? Әрсен тапты, жарайсың. Әрсенге бүгін қуанып риза болып отырмын. Аяулым отырады. Бәрін қауып отыр. 5-ші. Сафия деді. 5-шіні айта ғой. 5-ші Сафия. Күнделік дұрыс айтады. Әрсен айтып қойды, Әрсенге береміз. Әрсен шыдай алмай отыр ғой. Жақсы, бұл кезең аяқталды, балалар. Ұнап жатыр ма сендерге?
мен саған тағы да ескертемін, бірақ қолын көтеріп жауап бер, жарай ма? Білімді мыңды шығады, мақал-мәтел бойынша. Білімді мыңды шығады. Кім жалғастырады ары қарай? Білімді мыңды шығады. Білімсіз? Кім айтады? Білімсіз, Жанали? Білімсіз бірді. Қанша? Жоқ, білімсіз бірді шығады, балалар. Білімді мыңды шығады. Білімсіз бірді шығады деген мақал бар. Есте сақтаймыз. Қане, бәріміз қолмен айтып жіберейікші. Білімді мыңды шығады. Білімсіз бірді шығады. Келесі, отан үшін отқа түс. Кім жалғастырады? Аяулым? Білеміз ба? Білсек қана қол көтереміз. Кім айтады? Отан үшін отқа түс. Ұмытып қалдық па не? Күймейсің. Қане қайталаймыз. Отан үшін отқа түс, күймейсің деген мақалымыз бар екен, я? Келесі, туған елде ел болмас. Кім айтады? Ақлима. Туған жерге жер болмас. Жарайсың, Ақлима. Қане шапалақтаймыз Ақлимаға. Өте жақсы. Келесі мақал. Қыз өссе елдің көркі. Аяулым, сен ойланып жауап бере қойшы, отыр. Қыз өссе елдің көркі, гүл өссе, жердің көркі. Гүл өссе, Сафия, сен айттың ба? Даусың естімей қалдым ғой, келе ғой. Жарайсың, Сафия айтыпты. Қане шапалақтаймыз Сафия. Ал енді бұл сайысымыз аяқталды, балалар. Енді сендерде келесі сайысымыз біздің балалар. Қазір келесі сайысымыз, қазір бермей қалады екенбіз балалар барлығына. Бас қатырғыш. Қарап отырмыз ба? Бас қатырғыш сайысына мұқият қарайық. Енді мен қазір мұқият оқимын, сендер осы сұраққа жауап беріңдер, ойланып. Жарай ма? Бірінші тыңдап алыңдар. Үш ағайынды Иван, Дмитрий, Сергей, Мәскеу, Санкт-Петербург және Киевтің әртүрлі университеттерінде әртүрлі пәндерден сабақ береді. Иван Мәскеуде емес, Дмитрий Санкт-Петербургте емес, Мәскеудегі тарихтан бермейді, Санкт-Петербургтегі химиядан береді, Дмитрий биологиядан бермейді дейді. Сонда кім қай қалада сабақ береді, соны табуымыз керек екен. Қазір мұқият қарайық. Үш ағайынды Иван, Дмитрий, Сергей, Мәскеу, Санкт-Петербург және Киевтің әртүрлі университеттерінде әртүрлі пәндерден сабақ береді дейді. Иван Мәскеуде емес екен. Иван қайда болуы мүмкін? Ойланамыз. Санкт-Петербург. Иә, тұра ғой, Сафия. Иван Санкт-Петербургта болуы. Иә, Иван Санкт-Петербургта дейді. Дмитрий Санкт-Петербургте емес дейді. Дмитрий қайда болуы мүмкін? Санкт-Петербургта емес екен Дмитрий. Бұл онда Киевта десек. Мәскеудегі тарихтан бермейді дейді. Химия. Ол химиядан береді, тарихтан бермесе. Дұрыс. Ары қарай Дмитрий биологиядан береді дейді. Санкт-Петербургтегі химиядан береді дейді. Ал Сафия бізге не деп айтты? Иван Санкт-Петербургта деді, я? Қазір жауабын көрейік. Қайсысы қай жерде қандай пәннен береді дейді. Сонда бізде Иван Санкт-Петербургта береді екен, я? Дмитрий қай жерде дедік? Киевта береді дейді. Я, мұрагер дұрыс айтты, жарайсың. Келесі, ал кім? Мәскеудегі бізде кім қалды енді? Сергей сонда қай қалада деп ойлайсыңдар? Сергей Мәскеуде деп ойлайсыздар. Жақсы. Енді балалар, осы бізде енді соңғы сайысымыз қалды балалар. Қазір мына бәйге сайысына қазір мен оқушыларды шығарайын. Жанали кел, сен шыға ғой. Жанайым кел. Жанайым бар?
Жанайым шығасың ба? Келе ғой. Мына бәйге ойынын білеміз ғой, иә балалар? Қазір сендер мына оюдағы сұрақтарды аласыңдар да соған жауап беру арқылы жарысасыңдар. Мына жаққа тұра қойыңдар. Кел. Кел, Жанайым, сен мына жаққа келе ғой. Ал баста дегенде бастаймыз, иә? Сендер бағалайсыңдар, иә? Қайсысы кім жүйрік, кім ақылды екенін табамыз. Бастаймыз, әне, қара. Тез-тез жылдан. 2 көбейту 8-тен 16. Дұрыс, өте жақсы. 4-ті көбейтеміз 7 тең 28. Жарайсың. 7 бөлім 7. Я қарай. 7 4-тен 28. Жарайсың. 9 үшін 27. Дұрыс айтасың. 8-ті бөлеміз 4-ке тең 2. Дұрыс, молодец. 6 үшін. 3 үшін 9. 6 үшін қанша? 3 үшін 9 апай. Я үшін 9. 40. Я. 2-ні көбейтеміз 6. 3 5 12. Я. 15 10. Ал 2 бірім 2. Жарайсың, бізде Жанайым бірінші келді. Шапалақтарымыз кәне? Ары қарай. Жанайым жабақты байта бере ғой. Келесісін айта ғой. Ал айта бер. 12 38. 12-ке 38-ді қосамыз. Қанша болады? 12-ке 38 қосамыз. 50 келесі. 8 5. Қанша? 40. Жақсы. Жанайымге де шапалақтар.